Армысыздар құрметті отандастар, бүгінгі тақырыбымыз кіші жүздің ержүрек батырлары жайлы болмақ. Кіші жүздің ханы Айшуақ хан 1720-1810 жыл. Әбілхайыр ханның үшінші ұлы Айшуақ хан Қобда жерінде Жетіруды биледі. 1797-1805 жылдары Айшуақ хан інісі Әділ екеуі Орынбордың басшысы Ақсақ Майырдың шақыртуымен Орынборға аттанады. Орынборда Ақсақ Майыр Айшуақ ханның үстіне жала жауып қамауға алады. Айшуақ хан Әділ інісіне күрең атын беріп, Барақ батырға хат жазып жібереді. Сол уақыттарда Айшуақ хан мен Барақ батыр жақсы сыйласатын дос болған. Айшуақ ханның інісі Әділ Самдағы Барақ батырға аттанады. Табын ауылына келіп, Айшуақ ханның хатын Барақ батырға береді. Хатында Айшуақ былай дейді: Сатыбалды ұлы Барақ батыр, Ақсақ Майыр Орынбордың басшысы мені тұтқындап Сібірге айдамақшы. Үш атаның балдарына хабар беріп, құтқарып алуын сұрайды. Тездетіп Орынборға аттанып, Ақсақ Майырды тірілей тұтқынға түсіруін сұраған. Кіші жүздің батыры Барақ батыр үш атаның балдарына хабар береді. Үш ата деп, кіші жүз Алшын ұлысына кіретін 6 ата Әлім ұлы, 12 ата Бай ұлы және Жетіру тайпалық бірлестіктері: Барақ батыр, Маман батыр, Досы би, Байсүгір мырза, Асан қожа, Алдасай ұлы Бармақ батыр, Сазан батыр, Көней мен Таңатар батыр жиналып кеңеседі. Құдайсүгір мырза ауқатты болған, табынның әскерлерін қару-жарақпен қамтамасыз еткен. Аты жоққа ат берген, асы жоққа ас берген, Құдай артық бақ берген, қанша алмақ болса да қару-жарақ ат берген, дейді Асау Барақ батыр жырында. Барақ батыр әскерімен Досы биді ертіп, жасыл туын көтеріп, әскерімен Сам жерінен аттанады. Сол уақытта Барақ ұлы Асау 12 жаста болатын. Барақ батыр Асауды жас бала көріп, ертпей ауылында қалдырады. Қасым қожа Сопы Азиз деген әулие Асауға «Қалма балам, аттан» деп сауытын кигізіп қаруландырады. Әкесі Барақ батыр бастаған әскерлерді қуып жет деп аттандырып жібереді. Барақ батыр әскерлерімен Жем өзенінен өткен соң, үш атаның әскерлерінің басы қосылады. Әлім руынан Тілеу мен Қабақ бастаған, 12 Бай ұлы бастаған Ата Қозы мен Сырымдат ұлы, Кердері руынан Өсер мен Шүйде, Тама руынан Есет батырдың ұлы Құрымшы, Ақтанбай батыр, Тарақты Табын руын бастап келген Бөкенбай ұлы Тіленші батыр, Рамадан, Керейет, Кердері әскерлері қосылады. Барақ батырды басшы ретінде қолдап, Қобда жерінен қозғалып кетеді. Орынбордағы Мұнанай қамалы Ақсақ Майырға келеді. Барақ батыр төңірегіне үш атаның батырларын топтап, жасыл туын көтеріп тұрады. Үш атаның баласы, Алла болған панасы, келіп тұрған жерлері Мұнанайдың қаласы, ұрысайын деп тұрған жер қаланың сыртқы даласы, көгеріп аққан жайықтың ағаш орман жағасы. Аттанып Барақ келген соң, отряд шықты қаладан, қаласына кіргізбей ұрысайын деп даладан. Ақсақ Майыр Романов солдатын айдап шығарып, үсті басы сары алтын Ақсақ Майыр тұрады. Барақ шапты сәрке деп ұрандап жасыл туды бұлғалап. Отряд шықты қаладан, Барақ шапты даладан. Ақсақ Майыр төреге батырлар болды таламан. Қатар тұрған солдаттар мылтық атып сыбаған. Ер деп соны айтамыз, атқан оққа шыдаған. Оқ жаңбырдай жауады, Барақ батыр шабады. Тарсылдаған көп мылтық құлағыңды жарады. Атқан оққа қарамай Барақ шауып барады. Ақсақ Қара Майырды тірі ұстамақ мұраты. Алдында тұрған солдатты бірін қоймай қырады. Жалғыз шапқан батырды Ақсақ Майыр Романов дүрбісімен сығалап. Сол кезде Ақсақ Майыр дүрбісімен қарағанда Барақ батырдың төбесін Қаратаудай бұлт көрініп келе жатады. Әруақты батырдың құдіреті мықты болғандықтан кәпірдің оғы өтпеді. Алдына шыққан солдатты шауып келеді. Үш атаның балдары мен орыстың солдаттары бекіністің сыртында соғысады.
Ақсақ майыр қамал сыртындағы айласын іске асыра алмайды. Сол кезде 12 жасар Асау батыр әкем көрсе ұрсар деп қол ішінде көрінбей жасырынып соғысып жүреді. Барақ батыр ұрандап жауды шауып жүреді. Жас бала деп Асауды тастап кеткен ұл еді. 12 жасар Асауын жау ішінен көреді. Баласының келгенін сол уақытта біледі. Атып тұрған солдатқа кіріп шығып жүреді. Кіріп шығып жүргенде екі көзін батырдың баласына тігеді. 12 жасар ер Асау дулығасын баса киеді. Қабағын тастай түйеді. Атып тұрған солдатқа қарсы шауып кіреді. Түтін жауып кетеді. Атылғанға қараса, Құдай сақтап балаға мылтық оғы өтпеді. Қақ жүректен солдатты баса шаншып түйреді. Суырғанда найзамен бірге еріп шығады өкпе бауыр жүрегі. Ол баланың талабы Ақсақ майыр төреді. Қарсы шапқан Асауды тағы керіп бір солдат атып келіп жіберді. Мылтық оғы тимеді. Атып тұрған солдатты тағы батыр түйреді. Шапшандықтың пайдасы сұрапылдай найзасы жауына төніп береді. Баласының қайраты батырға медет береді. Құдай сақтап балаға оқ дарымай келеді. Мұны Барақ көреді. Көреді де сөйлейді. Сөйлегенде не дейді? Айналайын баламай, Алла болғай панаңай, аттандырып соңымнан жіберді қалай анаңай. Жас деп әлі ерітпей, кетіп ем тастап ауылғай. Енді балам шаба бер, Алла деп жауға тие бер. Соған талап ете көр, Ақсақ қара майырды. Алып шықсаң бақыртып, шашынан сүйреп айрылмай. Барақтан туған ұл болып, сапарың болам оң болып. Ілінерсің ауызғай, тапсырайын бір сөзді. Алып жүрсең жаңылмай. Жасаған Алла жар болса, дұшпан оғы дарымас. Дәрісі тиер бетіңе, күйе менен аралас. Сол уақытта дәріні сыпырғаның жарамас. Ақ аруақ шамданып, дұшпан оғын қағалмас. Бір Құдайым пана бер, ғайып ерен пірлерім. Жәрдем берер күндерің, балама назар сала көр. Асауыма тигізбей, кәпір оғын қаға көр. Батамды бердім баламай, жолың болсын бара бер. Тартынбай жауға шаба бер, Ақсақ қара майырды ұстап балам ала көр дейді. Әкесі көріп қалған соң Асау батыр әкесіне келіп амандасады. Барақ батыр баласының ер жеткенін сол кезде біледі. Асау батырға әкесі Барақ батырдың бата берген жері еді. Барақ батыр баласына орыстың мылтығының оғының күйесін сүртпеуді ескертеді. Асау батыр әкесінің батасын алғасын жауға шауып кетеді. Орыстың солдаттарын қырып жүрген Асау батырды Есет батырдың ұлы Құрымшы көреді. Қасындағы жауды шауып жүрген Бармақ батырдан мына бала кім деп сұрайды. Ер Барақ батырдың баласы Асау батыр дейді. Соғысты Асау батыр қыздырды. 12 жасар ер Асау ерлікті жұрттан оздырды. Туды Барақ ұстады. Соғысты Асау бастады. Жабысқан оқты үстінен төгіп жерге тастады. Мұны көріп батырлар оқ тиер деп саспады. Алдында Барақ тұрғанда аламан қорқып қашпады. Үш атаның баласы тұс-тұсынан қаптады. Қатар тұрған солдатты бір-біріне қоспады. Ортасында солдаттың тұрады Ақсақ майыр көрініп, майырға шапты батырлар, ұстаймын деп тебініп. Ұмытып кетті өлімді, көрген соң жауды елігіп. Үш атаның батыры нар бурадай жегіліп. Шапқан сайын көп солдат барады кейін шегініп. Біреу қалып барады, найза тиіп бүгіліп. Біреу қалып барады, балта тиіп жығылып. Қылыштаған солдаттың домаланып бастары, кеудесі жатыр бөлініп, қаны жатыр төгіліп. Сол мезгілде көп солдат қалаға кірді жеңіліп. Ақсақ майыр ұстатпай қаласына тығылды. Үш атаның әскерлері қамал сыртындағы әскерлерді қырып салады. Енді қамалдың дарбазасын бұзып, Ақсақ майырды тірідей қолға түсіру еді. Қаласына кірген көп солдат дарбазасын бекітіп, мылтықтарын ата бастайды. Маман батыр қаланың қамалын бұзып кіреді. Барақ батыр Тіленші батыр мен
Есет батырдың ұлы Құрымшы, Бай ұлынан Ата Қозы мен Сырымдат ұлы батырлар қалаға басып кіреді. Орыстың солдаттары қаша бастайды. Ақсақ майыр солдаттары мен крепостына тығылады. Крепостың есік алды қызыл қанға айналады. Ақсақ майырды ұстау қиынға соғады. Қайтадан соғыс қыза түседі. Ақсақ майырды тірі ұстаң деп айқайлап ер барақ шауып келеді. Айқайлап келе жатқан әкесінің даусын Асау батыр естеді. Сонда Асау батыр крепостқа жаудың жағасына кіріп кетеді. Оны көрген Тіленші батыр мен Бармақ батыр отряд ішін қақ жарады. Асау батыр Ақсақ майырға жабысып екеуі жағаласып алысады. Қойға тиген бөрідей Асау батыр Ақсақ майырды шашынан сүйреп шығады. Орыстың солдаттарының біреуі Асау батырға жақын келгенде найзамен түйреп өлтіреді. Қайталана келген екінші солдатты қылышымен сермеп өлтіреді. Жалғыз өзі ұрысып Ақсақ майырды сүйреп келеді. Асау батыр қатты терлеген соң бетіндегі оқ дәрінің күйесін бір сыпырып жібереді. Арт жағынан келіп бір солдат мылтығымен атады. Сақ етіп келіп оқ Асауға тиеді. Әкесі Барақ батыр бетіндегі оқ дәріні сыпырма дегенді оқ тигенде біледі. Оқ тиген жерінен қан сорғалап, жаралы Асау батыр Ақсақ майырды сүйрейді. Тіленші мен Бармақ батыр келіп Асау батырға көмек береді. Сол жорықта 12 жасар Асау батыр орыстың көп солдаттарын өлтіреді. Жауды жеңіп, Айшуақ батырдың есімі де тарайды.